Сәлем достар, бүгін сіздерге капуста по-корейски салатының рецебін ұсынамын. Өте дәмді және арзан түседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Салатқа қажетті заттар: ең алдымен капустаның сыртын ашып, тазалап жуып аламыз. 4 бөлікке бөліп, ортасындағы қаттысын алып тастаймыз және турайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша сопақша или төртбұрышты етіп турасаңыз болады. Мен төртбұрышты етіп тураймын. Барлығын турап болдық. Үстінен тұз салып, 10 минуттай осылай жай-жай қысып согын шығаратын боламыз. Міне осындай болады. Капуста согын берді. Үстінен сәбізді өткізіп, оны да капустамен 5 минуттай жай-жай қысатын боламыз. Салатты басқа ыдысқа босатып, астының суын төгіп тастаймыз. Өйткені қазір переправалар салған кезде суына жабысып қалатын болады. Қайтадан өзінің ыдысына салып, үстінен чеснок саламыз. Сізде чеснок кезетін болмаса, пышақпен майдалап турап жіберсеңіз болады. Куркума, паприка, кориандр салып, ашық қызыл бұрышты бір бұрышына саламыз. Қазір қызып тұрған ыстық майды үстіне құятын боламыз. Және толтырмай 2 чайный ложка уксус құямыз. Қызып тұрған майды ащы бұрыштың үстінен құямыз және жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, дәміне қарай тұз және қант саламыз. Тұзын, қантын салып болған соң, жақсылап араластырып, 3-4 сағаттан кейін дастарханға қоя берсеңіздер болады. Негізі кешкісін істеп, таңертеңгісін дастарханға ұсынсаңыздар, өте керемет болады. Мен бір күн тұрғыздым, өте дәмді, сочный болып шықты. Түсінен ақ көрініп тұрған шығар, түсін қараңыздар, қандай керемет. Салат сізге ұнаса, сіз де жасап көріңіз. Ас болсын.